Бірінші есебіміз 30 градус, 45 градус, 60 градус, 90 градусқа тең бұрыштар мен сыбайлас бұрыштардың шамасын табыңыз. Бізде сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Оның біреуі 30 градус болса, сонда екіншісін табу үшін 180 градустан 30 градусты азайтамыз. Оның нәтижесі тең болады екен 150 градусқа. Яғни екіншісі 150 градусқа тең. Дәл солай 180 градустан азайтамыз 45 градусты. Оның нәтижесі тең болады екен 135 градусқа. 180 градустан азайтамыз 60 градусты. Сонда 120 градусқа тең болады. Яғни сыбайлас бұрыштың екінші бұрышы 120 градусқа тең. 180 градустан азайтамыз 90 градусты. Екіншісі сонда 90 градусқа тең болады екен. Келесі есебіміз сыбайлас бұрыштардың екеуі де сүйір, доғал және тік болуы мүмкін бе? Бізде сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екенін білеміз. Ал сүйір бұрыштың ең үлкені бізде 89 градус. Яғни 2,89 градустың қосындысы ол бізде 178 градусқа тең болады. Яғни 180 градусқа тең емес. Сондықтан да болуы мүмкін емес. Екінші, сыбайлас бұрыштардың екеуі де доғал болуы мүмкін. Ал доғал бұрыш дегеніміз, яғни 90 градустан жоғары градустар. Яғни 91 градус қосылған 91 градус ол бізде 182 градусқа тең болады. Кез келген доғал бұрыштар орнына қойып тексерсек болады. Дәл солай сүйір бұрыштарды да қойып тексерсек болады. Тек 180 градуспен теңестіргенде тең болуы мүмкін, немесе тең болмауы мүмкін. Соны тексереміз ғой. Бұл жерде де 180 градусқа тең емес, сондықтан да мүмкін емес. Ал үшінші, тік болуы мүмкін бе? Тік бұрыштар дегеніміз ол бізде 90 градустарға тең. Яғни 290 градустың қосындысы бізде 180 градусқа тең. Яғни болуы мүмкін. Келесі есебіміз біреуі екіншісінен 2 есе үлкен болатын сыбайлас бұрыштарды табыңыз. Сыбайлас бұрыш сызайық. А, В, С деп белгілесек бұрыштарды. Олар 10 нүктесінде тұрса, біреуі екіншісінен 2 есе үлкен болады. Яғни мынау x-ке тең болса, мынау 2x-ке тең болады. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы бізде 180 градусқа тең. Онда x қосылған 2x тең 180 градусқа тең. Осы жерден x-іміз тауып алсақ, 3x. Онда x-іміз тең болады екен бізде 60 градусқа. Яғни V бұрыш, VOS 60 градусқа тең. Ал бұрыш AOB-ны табу үшін, бұрыш AOB-ны табу үшін 2-ні көбейтеміз 60-қа, ол тең 120 градусқа тең. Онда AOB-мыз 120 градусқа тең болады екен. Келесі есебіміз біреуі екіншісінен 30 градусқа үлкен сыбайлас бұрыштардың. Яғни біріншісі, біреуі екіншісінен 30 градусқа үлкен болса, сыбайлас бұрыштарды сызайық. Біреуісі x болса, x қосылған 30 болады екен. Яғни сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. x қосылған 30 ол бізде 180 градусқа тең. Осы жерден 2x 180 градус азайтылған 30, x-іміз тең болады, сонда 2x-іміз тең болады екен 150 градусқа. Сонда x-іміз 75 градусқа тең болады. Ал x қосылған 30 дедік қой екіншіміз. Сонда 75 градус қосамыз 30 градусты, бұл бізде тең болады екен 105 градусқа тең. Яғни аралығын 105 градусқа тең. Екінші, дәл солай айырымы 40 градусқа тең. Яғни біреуі x болса, екінші x азайтылған 40, ол тең бізде 180 градусқа.
2х 180 қосылған 40. Сонда 2x'іміз тең болады екен 220-ға. Ал x'іміз 110-ға тең болады екен. Ал екінші бұрышымыз сыбайлас бұрыштың 110-нан азайтамыз 40 градусты. Сонда тең болады екен ол 70 градусқа, 70 градусқа тең болады. Енді үшінші, біреуі екіншісіне 2 есе кіші. Яғни 2 есе кіші болса, x қосылған x бөлінген 3 болады. Ол тең 180 градусқа. 3-тен ортақ бөлім береміз. Яғни 3x намен 4x бөлінген 3 тең болады екен 180-ге. 4x'іміз 540-қа тең болады осы жерде. Сонда x-тен 135 градусқа, ал 135-ті 3-ке бөлсек екіншісін табу үшін, ол тең болады екен 45 градусқа. Екінші жартысы. Ал төртіншісі өзара тең болады сыбайлас бұрыштар, яғни x қосылған x, ол тең 180 градусқа болса, 2x-тен 180 градусқа, x-іміз сонда 90 градусқа тең болады екен. Келесі есебіміз, егер бұрыш ABS 111 градусқа тең болса, ABS бұрышымен сыбайлас бұрышты тап. Сызбаны сыз көрсетсек. ABS бұрышы ол бізде 111 градусқа тең. Онымен сыбайлас SVD бұрышын табу керекпіз. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы бізде 180 градусқа тең. Сонда 180 градустан азайтамыз 111 градусты. Ол нәтижесі тең болады екен 69 градусқа. Екінші, дәл осылай сызба нұсқада ABS бұрышы 90 градус болса, 180 градустан азайтамыз 90 градусты. Оның нәтижесі 90 градусқа тең болады екен. Ал үшінші, 180 градустан азайтамыз 15 градусты. Ол тең болады екен 165 градусқа.